Облыстық ішкі істер департаменті өзге өңірлерден келген әріптестері үшін семинар жиналысы өткізді. Жиын барысында тәртіп сақшылары қызмет барысында кездесетін қиындықтардан шығу жолдарын қарастырып, полицейлердің жұмысына оң әсер етер жаңашылдықтар жөнінде тәжірибе алмасты. Солтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаменті алдынан қызметтік міндетін атқару кезінде қаза болған қызметкерлерге арналған ескерткіш бой көтерген. Семинар қатысушылары жиынды бастамас бұрын әріптестерін 1 минут үнсіздікпен еске алып, ескерткіш алдына гүл шоқтарын қойды. Оқу әдістемелік жиынға еліміздің 7 облысынан келген 120 тәртіп сақшысы қатысты. Іс-шараның басты мақсаты жеке құрамды тәрбиелеу мен полиция бөлімдерінің кәсіби өзегін нығайту бойынша негізгі әдістер мен басымдықтарды белгілеу. Жиынды ашқан облыстық ішкі істер департаментінің басшысы Берік Біләлов әріптестеріне полицейлердің жұмыс сапасын арттыруға бағытталған іс-шаралар жайлы баяндады. Солтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаментінде ұйымдастырушы тәжірибелік шаралар жиі өткізіліп тұрады. Олар алға қойған тапсырмаларды орындап, полиция қызметкерлерінің беделін арттыруға бағытталған. Патриоттық тәрбие беру жолында да жоспарлы түрде түрлі шаралар өткізіледі. Облыстың жас мамандарының слеті ұйымдастырылып, тәлімгерлік институтын нығайған. Жұмыс тиімділігін арттыру үшін облыстық ішкі істер департаменті полицейлерін ынталандыру шаралары қолға алынған. Мәселен, адал қызмет үшін тәртіп сақшыларына 90 сайын сыйақы беру дәстүрге айналыпты. Тек биылғы жылы ғана бұл мақсатқа 100 миллион теңге бөлінген. Жиын қатысушылары тиімді іске асып жатқан жүйелі әдіс тәсілдерді өз өңірімізде ұсынамыз деп отыр. Бұл сұрақтар өте маңызды деп ойлаймын. Өйткені бұл жас қызметкерлер тәрбиелеуге өте бір жақсы білім береді. Қалай оларды қызметке үйретіп, қалай тәртіп жағынан. Семинарда өткізілген сабақтарымыз бәріміз біз жастарға, өсіп келе жатқан сол жас қызметкерлерге өзіміз соларға жеткізіп, солардан осы жұмысты нәтижесі болады деп ойлаймын. Бірнеше облыстан келген ішкі істер департаменті, басқарма басшылары мен орынбасарлары аталмыш жиынның оңтүстері көптеген ой түйді. Жалпы кәсіби біліктілікті арттырып, тиімді еңбек ету жолында осындай кездесулердің алар орны маңызды болмақ. Фариза Жазитова, Дулат Мусафиров, ақпарат.